Армысыздар қазақ елі, дәл қазір біз Алматы қаласы Алатау ауданы Шаңырақ 1 ықшам ауданы Асан Қайғы көшесінде тұрмыз. Міне Алматы қаласының орталық жағы десек те болады. Әл-Фарабиді жөндей бергенше Досайып дәл осы Шаңырақты келіп неге көрмеске, неге жаяу араламасқа. Алатау ауданының әкімі Қалдыбеков Азамат қайда қарап отыр. Осы көшелердің жөнделмей жатқандығын, жаңбыр жауған кезде дәл осындай шалшық сулардың жиналып қалатындығын, тіпті көл дария болатындығын Азамат Қалдыбеков өте жақсы біледі деп ойлаймыз. Ал барлығын қырамын, жоямын, Алатау ауданының тұрғындарының жағдайының барлығын жасаймын деп парламенттік сайлау өткізілген кезде халыққа үйіп уәде берген депутат сымақ Ермұрат Баби неге үнсіз отыр? Осының барлығын әлде көрмей отырма? Ерлан Каринге сеніп, міне депутат болып шықты. Ауыл халқын дәл осы Шаңырақ тұрғындарын ұмытып кетті десек те болады. Себебі мынау жолдарды өзі айқын көрсетіп тұр. Бұл 30 жылдық Назарбаев билігінің жемқорлығының нәтижесі, қазіргі Тоқаев билігінің жемісі екендігін. Әйтпесе ертең қыс басталады, күз міне келіп қалды. Балалардың мектепке баруына да, машиналардың, автокөліктердің жүруіне де өте қолайсыз. Шаңырақ ықшам аудандағы Ертарғын көшесі міне канализация жүргізілгеніне 3 жылдан астам уақыт болған, бірақ жолды көріп тұрсыздар, ары қарай жұмыстың толық нәтижесі жоқ, ешқандай да. Бұл да бір әкімдіктің салғырттығы деп білеміз. Неге осы жолға қарайтындар осы көшелерді жөндемеске? Қыруар қаржыны құр босқа шаша бергенше, өздерінің жан қалталарын толтыра бергенше, қарапайым халықтың ең болмаса осындай қажеттіліктерін өтеп берсе, әлде қайда жақсы болар еді. Алайда біз жаңа Қазақстанның еститін үкіметтің тек қана өздерінің ойлайтындығына әбден көзін жетіп жатыр. Қалдыбеков Азаматтың дәл осы жолдарға қарап ешқандай жұмыс жасамағанына нөл деген баға беруге болады. Аудан әкімі, Алатау ауданының әкімі Қалдыбеков Азаматтың жұмысының нәтижесі дәл осы жұмыс көшелерден анық көрініп тұр. Міне өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай, біз талап етеміз осы жолдардың барлығының жөнделуін. Себебі бұл өте қолайсыз. Ертең мектепке барып жатқан балалардың өзі жүруіне де тіпті ыңғайсыз. Бұл жерде және қарапайым азаматтар, адамдар жүретін тротуардың жоқ екендігінде көруге болады. Қай жермен машина жүреді, қай жермен адам жүреді, ол жағы да түсініксіз. Бұл Шаңырақ аудандағы 169 мектеп орналасқан көше бет. Міне мына жақта тек автокөлікке арналған ғана жол барда, осыдан кейін 50 метрлік мына жақты түсірсеңіз тротуар бар. Бұл тротуарға жетем дегенше адамдар қай жақпен жүруі керек. Егер бұл жерде жол көлік оқиғасы болса, адамдарды қаққан болса, кім жауапты болады? Мен көріп тұрғанымда тек 50 метрлік қана тротуар бар. Оған дейін адамдар қалай жүреді, қай жақпен келеді, тіпті түсініксіз, әрі күлкілі қай жақтармен ойланып салғандары мүлдем ақылға қонбайды. Неге осының барлығын Қалдыбеков Азамат бар, депутат Ермұрат Баби бар, осы ауданнан сайланған мәслихат депутаттары бар. Неге осының барлығын қолға алмайды? Бұл көше Шаңырақ 1 мен 2-ні қосатын үлкен Шаңырақ аудандағы орталық көше деп аталады. Өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай, дәл қазір енді жаңбыр жоқ, бірақ жаңбыр жауған кезде автокөліктердің жүруі тіптен қиындайды. Қазіргі күннің өзінде автокөліктердің жүруі өте бәсең. Себебі жолдың қандай екендігін мен айтпасам да өздеріңіз жақсы көріп тұрсыздар. Автобустар келе жатыр, ішінде қаншама адамды алып, міне олардың да жүруі өте қиын. Былай айтқанда, тұрғындардың қауіпсіз өмір сүруіне, жақсы өмір сүруіне ешқандай да мүмкіндік жасалмаған. Аудан әкімінің бағасы тағы да 0 деп айтуға болады. Енді қазір біз осы Алатау ауданының әкімдік ғимаратының алды жағын барып көреміз. Алатау әкімдігі орналасқан ғимаратқа қарама-қарсы жер, міне мына жерде әкімдік орналасқан, қоқысқа толып тұр. Басқа көшелерді жөндемейсін дейміз-ау, алайда әкімдіктің айналасы да қоқысқа толып, міне қоқыстан көз ашпай тұр. Жалпы Алматы қаласы бойынша Алатау әкімдігіне де қыруар қаржы мемлекеттің тарапынан көгалдандыру жұмысы бойынша, тазалық жұмыстары бойынша ақша бөлініп жатыр. Алайда ол ақшаның қайда кеткендігі
Бізге қызық болған сияқты сізге де қызық шығар көрермен. Себебі жұмыстың нәтижесі міне өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай. Қай жерге барсаң да қоқыстан көш аспайсың. Ал дәл мына ғимараттың алдын Алатау ауданының әкімдігінің Қалдыбеков Азамат отыратын жер деп айтуға ұяласың. Ал өздері жұмысқа кірер кезде осы жерден ұялмай ма екен? Мынау субұрқақтың істемей тұрғанына да көп болды. Осыған бөліп жатқан ақшалардың барлығы қайда кетті? Кімнің қалтасында деген заңды сұрақ туындайды. Досаев басқарып отырған Алматы қаласы қалай қоқысқа айналса, Қалдыбеков Азамат басқаратын да Алатау ауданы дәл солай қоқыстың мекеніне айналған. Қай жерге барсаң да үйіліп тұрған қоқысты көресің. Осы қоқысты тазалайтындар қайда кеткен? Алматыда әсем қаламызды қоқыстың мекеніне айналдырған Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаев пен оның қарамағындағы Алатау ауданының әкімі Қалдыбеков Азамат екеуі де орындарын босатуы тиіс. Халық сайламаған әкім міне осындай болады. Өздерінің қалталары үшін ғана жұмыс жасап, халықтың игілігі үшін жұмыс жасауды ұмытады. Алматыдағы тәп-тәуір Әл-Фараби көшесін жөндей бергенше дәл осындай шаңырақ секілді аудандардағы орналасқан жолдарды жөндесе қайтеді. Құрметті көрермен, сіз тұратын өңірде, ауданда дәл осындай өзекті мәселелер болса, бізге хабарласыңыз 8747 806 9508 нөміріне немесе видео арқылы WhatsApp-қа жіберсеңіз де болады.